Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қадырбайұлы. Бүгін біз өте маңызды тақырыпта сөйлесетін боламыз. Яғни ол тақырыбымыз OLX-тағы алаяқтар туралы. Яғни көбінесе біздің бауырларымыз, шаруашылықпен айналысып жүрген бауырларымыз көбінесе алданып қалып жатады. Оның басты себебі алаяқтар шетелде. Біз қазір бірнеше алаяқтық жолмен салынған жарнамаларды сіздермен бірге талқылап, оны қалай анықтауға болатындығы жайлы сөйлесетін боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріп, мұндай жағдайға ұшырамас үшін видеоны соңына дейін көріп, арнамызға тіркелмеген болсаңыз әрине, және де осы видеоға лайк басып, төменде комментарий жазып қалдыруларыңызды сұраймыз. Олай болса, біз бастаймыз. Сонымен OLX-қа кіріп, зерно деп іздеп көрейік. Ең алдымен қандай жарнамалар шығады екен. Мінеки 45 теңге дейді. Қане ашып көрейікші. Қане. Продам ячмень, пшеница, отруби, кукуруза, зерно оптом 45 теңге дейді. Тек қана WhatsApp-та сөйлесеміз дейді. Обращайтесь на WhatsApp дейді. Ой, бұл. Мынаумен таза алаяқтық. Минимальный заказ 1 тонна дейді. 1 тоннаны сізден Ресейден әкеп берем деп отыр да сонда. Бұл не деген? Тіркелген уақытын қарайшы. Ноябрь 2021 жыл дейді. 2021-дің қараша айында тіркелген. Яғни кеше ғана тіркелген ғой бұл. Қанеке ашып көрейік. Бұл барлық жерлерге Қазақстан Кеңгір дейді, Көктекөл, не дейді, Жезқазған, Сәтпаев, Жезді, Сәтпаев, Байқоңыр, ойбой, бұл Зайсанға да, Көкшетауға да, Торғайға да. Байқасаңыздар, өте танымал емес қалаларға өзінің жарнамасын қалдырған. Неке? Өздеріңіз көріп отырсыздар, 45 теңгеден дейді. Сонымен біз бұл жарнамадан не байқадық? 6 түрлі фактіні атап өтіп кетуге болады. Біріншісі арзан бағасы, яғни 45 теңге 1 килограммы, сонда тоннасы 45 мың теңге. Бұл өте арзан баға. Яғни ондай бағада болуы күмән тудырады, әрине, бірінші күмән тудырады. Екіншісі күмән тудыратын жайт, бұл тек қана WhatsApp-та сөйлесеміз деп жазылған сөзі, яғни өзін жасырады. Үшінші, тіркелген уақыты соншалықты көп, былайша айтқанда, жарнама беріп отырып, тек 1 ай бұрын ғана тіркелген оған. Яғни егер де оның бұрында алаяқтық жасаған деген сөз, бұрын алаяқтық жасап, ол аккаунтын өшіріп тастағанда, OLX көп шағым келгеннен кейін, ол жаңадан аккаунт ашқан, яғни ол аккаунты қараша айының 2021 жылы ашылған екен. Келесі күмән тудыратын жайт, басқа да хабарламалары, яғни ода хабарламалар саны өте көп, және 5-ші күмән тудыратын жағдай, ол танымал емес қалаларға көбіне жарнама жасаған. Бұл алаяқтардың басты, былайша айтқанда, фишкасы. 6-шысы, егер де онымен хабарласатын болсаңыз, міндетті түрде ол алдын ала төлем сұрайды. Біз өз зерттеуімізді мұнымен тоқтатпаймыз, басқа да жарнамаларды ашып көрейік. Қанекей? Сонымен қойдың жарнамасын ашып көрейікші. Қанекей, қойлардың 15 мың теңгеге қойлар әкеп береміз дейді. Асыл тұқымды, Романов тұқымды қойларын. Бұл жерде қарасаңыздар 3 фото тұр. 3 фотосы 3 түрлі қорада түсірілген. Яғни бір-біріне сәйкес келмейді. Яғни фотоларына мән беру керек. Егер де не үшін керек? Өйткені фото жанды фото болғаны дұрыс. 15 мың теңге деген баға әрине өте арзан. Үшінші күмән тудыратын жайт, Иссар, Еділбай, Романов, Меринос 4 түрлі тұқымды қойлар бар дейді. Сонда не бір ферма 4 түрлі тұқымды қой ұстай ма не деген сияқты сондай бір күмән тудыратын жайттар бар да. Яғни бір ферма көбінесе асып кеткенде 2 түрлі тұқымды қойлар ұстайды. Бұл жарнама берушінің де тіркелген уақыты 1 ай бұрын ғана тіркелген. Яғни бұрын OLX оны жасаған тәртіпсіздіктері үшін өшіріп тастағанда, ол қайтадан жаңа аккаунт ашқан. Яғни мынандай бір күмән тудыратын жағдай бар да. Бұл тек қана қой сатпайды, бұл шөп те сатады, бұл жем де сатады, және қойдың бірнеше тұқымдарын сатады. Қарағыңыздаршы, мінекей, рулон шөптер 300 теңге, пресшөптер 300 теңге дейді, рулондар 7 мың теңге дейді. Сондай өте арзан бағада, былайша айтқанда, халықты алдау үшін. Оңай
қақпанға түсіріп алғысы келеді. Бұл жерде жарнама өте көп және түрлі қалаларға берілген жарнамасы. Мысалға Павлодар, Шымкент, Павлодар, қайтадан тағы да Қарағанды деген сияқты. Және олар ақша салып топқа шығаруды да ұмытпаған екен. OLX сауда-саттыққа өте қолайлы алаң болып есептелінеді. Біз оны мойындаймыз. Алайда бір қарын майды бір құмалақ шірітеді демекші, арасында осындай құмалақтар бар. Осындай құмалақтарға алданып қалмаңыздар. Видео сізге пайдалы болды деген сенімдеміз. Егер де пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Келесіде жүздескенше аман сау болыңыздар. Ардамыздағы басқа да видеоларды көруге кеңес береміз. Рахмет.